Масимов бастаған бір топ келді. Бәрі шен-шекпенді адамдар келді де, ана жақта ұшағыңыз дайын тұр, жүре беріңіз, деді ғой. Егер де сол айтқанына көніп, мен ол кісінің аузынан естіген сөзімді айтып отырмын. Кімнің аузынан естідіңіз? Президенттің аузынан естіген сөзімді айтып отырмын. Тоқаевтың ба? Дәл осылай айтты. Дәл осылай. Кешегі осы наурыз айында кездесуде. Мен бір 45 күн бұрын кіріп шыққан ғой. Дайын тұр ұшағыңыз, сау болыңыз деген ғой. Содан кейін бұл кісі шындап кірісті де, ертесінде бүкіл билікті қолға алды. Анау қауіпсіздік кеңесін қолға алды ғой. Оның көптеген процедурасы болатын, оған қарамады да, өз жарлық қаулы шығарды да, билікті қолға алды да, сол Масимовты отырғызды. Қасындағыларды да отырғызды. Отырғызу әлі жүріп жатыр. Егер де ол кісі үйтпеген жағдайда, жарайды деп, сіздер көрсіңдер ғой, мен жалғызбын деп, ана ұшаққа отырып кеткенде, бұның өз сатқындық болатын деді. Бүкіл оны сайлаған Қазақстан халқын сатып кеткендік болған болар еді. Сондықтан бұл кісі не де болса ерлік жасады, қорықпады. Жаңағы сосын ОДКБ-ны шақырды, қорықпады. Сөйтіп, егер де ұшаққа отырып Қазақстан тастап кеткен болса, не болар еді? 3 күннің ішінде Қазақстан бөлшектеніп кеткен болар еді. Бірден сепаратизм бас көтерген болар еді. Бірден азамат соғысы басталар еді. Ол қаңтар оқиғасы далада қалатын еді. Ол ойыншық болып қалатын еді. Бүкіл халық көшеге шығатын еді. Мен президентке айттым, міне 75-ке келген, мен де шығар едім көшеге. Мен кез келген адамның президент болғанын қаламаймын. Қаламаймын. Заңсыз күшпенен келгенін қаламаймын. Бәріміз көшеге шығатын едік те, және қазақтар бір-бірін қыра бастаған болар еді. Бөлініп, мүмкін тіптен жаңа өңір болып, аймақ болып бөлініп кеткен болар еді. Кім біледі? Неге Құдай бізді осыдан сақтады. Бұл Тоқаевтың өз аузымен сізге айтып берген. Ол кісі ерлік жасады деп білемін. Өйстіп, билікті қолға алып, ол кісі маған былай деді. Менің президенттік және перзенттік парызым осылай болды. Мен басқаша шешім қабылдай алмадым. Биліктен мен кетсем, тек шашырап кететін еді Қазақстан. Солай болатын еді. Ана Тәжікстандағы баяғы азамат соғысы далада қалатын еді. Өйткені Қазақстан деген ол үлкен мемлекет қой. Далада қалатын еді. Және